Ассалаумағалейкум, армысыздар, саламатсыздар ма? Бүгін 30 мамыр, Жаңаөзен қаласы. Бөкен базар жақ, міне көріп тұрғандай өздеріңіздей күн бұлтты көріп тұрсыздар төбеден. Күн бұлтты, күн ыстық болған, қазір күн бұлтты болып тұр. Сол сіздермен блог түсіріп бөлісіп жатқаным ғой. Жаңаөзен деп атауын жазып, сондай қылып қазір салам блогты. Содан кейін комментарий жазыңыздар, подписацияны басыңыздар. Жақсы жаңалықтар салам ба деген сияқты өзім бұндай идеялар келіп жатыр да. Жаңаөзен қаласының базар жақ беттері, базар жақ, анау Маңғыстау деген ана аулаларында оптом овощтар сатады. Мына жерлерде магазин, міне Тілекқабыл, штор, жалюз, балалар киімі дейді. Міне көріп тұрсыздар өздеріңіз. Ана жақтарда, ана ауланың ішінде не сатылады? Овощтар сатылады. Картоп, шуа, тағы сол сияқты заттар. Бүгін міне шалбар сатып алдым, міне. Алдында тапчик алған едім ғой, бүгін шалбар сатып алдым, міне. Шалбар сатып алдым. Нарда асханаларда іске қосылған, қазір жұмыс жасап жатыр асханалар. Сол, тағы не айтайын сіздерге? Ана Маңғыстау деген магазин ауласында оптом сатылады. Оптом сатылады ауласында. Сол, мынау односторонний жол, Бөкен базарының жанындағы. Мана жол былай ішке қарай жүретін болса, мына қолымды көріп тұрғандай былай ішке қарай жүретін болса, мына жол былай қарай жүреді. Екі жолда односторонний. Өздерінің бағыты бойынша. Сол. Жақсы, сау болыңыздар дейін ба? Комментарий жазыңыздар. Астына қарай подписацияны басып қойыңыздар. Тағы сол сияқты. Тағы не айтайын енді сіздерге? Каналдағы жаңалықтарды қарай беріңіздер. Картоп, жуа деген сияқты мына жерлерден алып жатыр міне. Мынаның ауласы міне көріп тұрсыздар. Оптым. Фуралар келеді мына жерге. Фуралар міне жеміс жидектер мына жерлердің бәрі міне. Оптым сатылады бұл жерлерде. Осының дворында. Сол, мына пакет ау деймін, мен алып кететін. Жаңа алып қойған, мен келіншегім мына пакеттерді. Осыны алып кетемін қазір. Жақсы, сау болыңыздар.